Гүлбараш апа, сәлеметсіз бе? Мен сіздің бейне үндеуіңізді көрдім. Сіз мені сізді сыйламайды деп ойламасын деп осында сізге жауап беріп отырмын. Гүлбараш апа, мен сіздің қайғыңызға толығымен ортақпын, сіздің қайғыңызға. Демалыс күні сізбен кездескен күні дастарханның басында сіздердің үйлеріңізде бірнеше сағат осы қылмыстық істің мән-жайларын талқылағанбыз. Ары қаратай өзіміздің жоспарларымыз қалай, қандай амалдар, қандай әрекеттер жасайтынымызды сізбен талқылап, сізбен осыны өздеріңізбен, сіздің қызыңызбен, басқа туысқандарыңызбен Дулаттың үйінде бәрін талқылағанбыз. Сіз ол жерде мен номерімді, ұялы телефонның номерін сұрап алдыңыз. Менен кешкі жақын 1-4 сағаттан кейін мен кетіп қалған соң менің телефоныма соғып тағы да бірнеше кеңес алдыңыз. Сізден кейін сіздің ұлыңыз, Қанат деген туған ұлыңыз маған телефоныма соғып, ол да менен бірнеше кеңес алған. Бір жарты сағат онымен сөйлестік, сізбен де бірталай сөйлестік телефонмен. Ертеңінде бір тәулік өтпей тұра сіз бірақ Алматыдан шығып тіркелмеген Атажұрт еріктілерінің ұйымының офисынан бірақ шығып маған бейне үндеу тараттыңыз. Сондықтан мен оны түсінбегендіктен, Гүлбараш апа, мен сізге айтайын дегенім, осы былтыр тағы да қайталап кетейін, тағы да айтып кетейін. Білмейтін адамдар білсін. Осы өткен жылы күзде мен Қастер мен Мұрагер деген Қытайдан қашып келген бауырларымызды қорғаймын деп Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан қаласы, Өскемен қаласы, Семей қаласында сол жақта жүрген кезде сіздің ғана ұлыңыз маған телефоныма соғып, бауыржан, қал жағдайың қалай, тамағың бар ма, ақшаң бар ма, жататын жерің бар ма, көлігің бар ма, қалай жетіп жүрсің, не істеп жүрсің, не бітіріп жүрсің деп маған менің қал жағдайым сұраған. Бірақ қана бүкіл Қазақстаннан адам ғана табылған, ол сіздің ұлыңыз, біздің Дулат бауырымыз, Дулат батырымыз болған. Басқа ол жерде мені шақырған адамдардың да жұмысы болған жоқ. Осы мен сол жақта Шығыс Қазақстан облысында Шілікті деген Қазақстан мен жаңағы Қытай Халық Республикасының шекарасында жүргенде бір адамның жұмысы болған жоқ. Мен не істеп жатқанымды, не бітіріп жатқанымды шатағда болған жоқ, жұмыста сұраған да жоқ ешкім. Тек қана Дулат қана болған. Көмекшім менің, қамқоршы болған ол жерде. Сондықтан өткен аптада 24 ақпанда менің телефоныма соғып, жаңағы Дулаттың достары маған телефонға соғып, Дулатты алып кетті, Дулатты жаңағы қамап жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр дегенде мен үндемей отырмаймын ғой. Үндемей тым-тырыс отырмаймын ғой. Сондықтан мен бірінші ұшаққа мініп Астана қаласына ұшып келдім де, мен білгенімше көмегімді көрсетейін дедім Дулат батырымызға, Дулат досымызға. Мен сол үшін келгенмін. Келісім шарт деген сондықтан бәрі бар. Сіз оның бәрін өзіңіз білесіз. Демалыс күні сізбен оның бәрін талқылағанбыз. Мен сізге бәрін ол мәліметті жеткізгенмін. Сондықтан мен бұндай жағдай болып тұрған кезде, Гүлбараш апа, апатай, менің ғана сізге бірақ қана сұрағым бар. Осындай бейне үндеуді таратуыңызға неге мәжбүр болдыңыз? Апатай, неге мәжбүр болдыңыз? Мен түсінбегендіктен сізге осындай сұрақ қана қойып отырмын. Ал енді мен сізге арамызда түсінбестік болса, айтарым ғана тек қана мені кешіріңіз. Мен сізге айтарым тек қана, сізге бұл жерде ешкім, бір адам түкте дей алмайды. Сіздің осындай жағдайда, осындай қайғы болып тұрған кезде сізге бір адам түкте дей алмайды. Бәріміз сізді түсінеміз. Мен айтарым тек қана сіздің жолыңыз болсын, сіздің балаларыңыз, немерелеріңіздің жолдары болсын, жолдары ашық болсын, деніңіз сау болсын, жолыңыз болсын. Балаларыңызға тек қана осы қайғы сіздердің отбасыларыңызда соңғы рет болсын, басқадай қайғылар сіздерде болмасын. Жолыңыз болсын, апай. Сау болыңыз.